Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода блины пісіреміз. Мискамызға 2 жұмыртқа, қант және де щепотка тұзымызды қосып, жақсылап ерітіп араластырып аламыз. Келесі жылы сүтімізді қосамыз. Үстінен ұнды 2-ге бөліп саламыз. Венчиктің көмегімен араластырамыз. Оның 2-ші бөлігін саламыз. Және де жақсылап араластырамыз. Енді осы массаның үстіне содамызды және де сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да бір рет араластырып аламыз. Сосын осы массаны 20-15 минутқа демалдырып қою керек. Масса демалып болғаннан кейін ыстық суымызды біртіндеп құямыз. Ақырындап 2-ге бөліп құю керек. Содан кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қою емес, қатты сұйық емес масса шығуы қажет. Енді табамызды қыздырып, үстіне кішкене сұйық май жағып, осы құймағымызды пісіреміз. Құймақтың шеттері қызарғаннан кейін аудара беруге болады. Және де каждый 5-6 құймақтан кейін сұйық майды жағып отырыңыздар. Мінекей құймағымыз дайын, өте дәмді және де жұмсақ болып піседі. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді жіберіп алмаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.